Дидар Амантай көп оқитын да, көп оқылатын да қаламгер, сценарист, журналист, қоғам қайраткері, қызықты жайттарды қозғайтын философ, кинодраматург. 1969 жылы Қарағанды облысында дүниеге келген. Политехникалық институттан металлургияны, Ұлттық университеттен философия мен политологияны, Темірбек Жүргенов атындағы Өнер академиясында кинодраматургия саласын игерген. Жас Алаш, Заман Қазақстан газеттерінде тілші, Ел мен жер және Азамат, Начнем с понедельника газеттерінің бас директоры. Хабар агенттігі мен 31-ші арнада бірнеше бағдарламаның авторы, жүргізушісі. Шәкен Айманов атындағы Қазақфильм ұлттық кинокомпаниясының бас редактор қызметін атқарған. Режиссер боламын деген адам киноны көп көру керек. Жазушы боламын деген адам кітапты көп оқу керек. Бай боламын деген адам көп еңбектену керек. Дидар Амантайдың алғашқы кітабы 1996 жылы «Постскриптум» деген атпен жарық көрді. Кейіннен «Қастерле мені», «Гүл мен кітаптар», «Күзгі рандеву», «Қарқаралы басында», «Махамбет философиясы» кітаптарын жазған. Бірнеше деректі фильмдердің «Гәкку», «Аға оралу», көркем фильмдерінің және «Қарсы бақылау» телесериалының сценарийін жазған. Дарын мемлекеттік жастар сыйлығының, тәуелсіз Тарлан сыйлығының лауреаты атанған. Жазушының шығармалары орыс, ағылшын, испан, неміс, араб, итальян, парсы, түрік және кәріс тілдерінде тәржімаланған. Егер сіздің жасаған жақсылығыңыз, жеткен табысыңыз, игерген мұратыңыз ұлтқа қызмет етсе, яғни ұрпақтың қажетіне жарайтын болса, онда сіздің бақытыңыз үлкен деген сөз. Бұл халықтық бақыт деген сөз. Енді қызметте болған соң, біздің міндетіміз күнделікті баспасөзді оқып отыру, жаңалықтарды көру. Өйткені мемлекетіміздің саяси өмірінде не болып жатқанын, әлеуметтік тұрғыда қандай жаңалықтар жүріп жатқанын біз қашанда біліп отыруымыз керек. Өйткені қызмет соны бізге міндеттейді. Өйткені соған байланысты біз шешім қабылдаймыз, соған орай біз белгілі бір дәрежеде жұмысымызды, қызметіміздің бағдарын түзеп отырамыз. Ал енді басқа нәрсе келсек, Мартин Хайдеггер күнде түстен кейін кітап оқитын көрінеді. Соның ішінде көне грек философтарында үнемі қайталап оқып отыратын көрінеді. Өздеріңізге белгілі, Мартин Хайдеггер болмыс туралы үлкен еңбек жазған адам. Болмыс және уақыт деген. Болмыс өйткені философиядағы ең негізгі, ең басты категория. Сол сияқты мен философиялық еңбектермен қатар көркем әдебиетті оқимын. Жазушы болғаннан кейін Камюдің айтқан бір сөзі бар. Философ болғың келсе, роман жаз деген. Өйткені романның көлемінде, романның формасында ойлану, толғану, топшылау өте ыңғайлы, және де ол екінші жағынан сізге еркін пайымдауға мүмкіндік береді. Енді мен негізінен қазақ әдебиетін, жас жазушылардың еңбектерін, ақындардың өлеңдерін, сонымен қатар бүгінгі әдеби процесте не жүріп жатыр, соған байланысты жаңалықтарды қарап отырамын. Мені қызықтырған авторларды оқуға тырысамын. Енді бізде қазір Нобель туралы түрлі жансақ пікір айтылып жүр. Жансақ дейтінім Нобельді анау адамға бермейді. Анау мынандай ет, мынау мынандай ет деген адамның өзі сол жазушының, қаламгердің шығармасын жақсы білетін адам емес. Сондықтан ол сондай жансақ ой түйеді. Өйткені мысалы Нобельді алған адамдардың ішінде керемет еңбектері бар. Оның ішінде кім бар? Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер, Камю, Сартр, Габриэль Гарсия Маркес мысалы. Одан кейінгі мынау кейінгі шыққан француз, басқа да жазушылардың барлығы да осы ұлы әдебиетке, осы ұлы әдебиетке, әлем әдебиетіне еңбегі сіңген, қызмет еткен тұлғалар. Олар аяғы салбырап аспаннан түскен жоқ, ізденді, еңбектенді, жазды. Соның нәтижесінде осындай үлкен табысқа жетті. Сондықтан Нобель туралы меніңше осы жансақ пікірді тоқтатқан жөн. Одан кейін тағы да бір айта кететін мәселе, бүгінгі күні проза дамымай жатыр, кенжелеп жатыр деген бір пікір айтылады. Бұны басқа
біздің басты жазушыларымыз, ақындарымыз қолдайды. Бұл да жансақ пікір. Бұл пікір неге айтылатынын мен білмеймін. Қандай саясатта, қандай мақсатта. Бірақ қалай десек те, бүгінгі күні қазақ прозасы жақсы дамып келе жатыр. Оның ішінде керемет жақсы прозашылар бар. Мысалы, Өміржан Әбдіхалық, Жандос Байділда, Қойшыбек Мүбәрак, одан кейін Серік Сағынтай, Дархан Бейсенбекұлы, одан кейін Елдос Тоқтарбай деген жақсы бір азамат тағы да қалыптасып келе жатыр. Ол енді сыншы бола ма, жазушы бола ма, оны бір Құдайдың өзі біледі. Бірақ қалай десек те, бұл қазақ әдебиетіне келе жатқан үлкен табыс деп ойлаймын. Өйткені оқығаны, түйгені, жазғаны көңілге, ақылға қонымды, қазақша айтқанда жүректің қылын шертетін, нәзік қылын шертетін дүниелер. Енді жалпы қазақ поэзиясы мен қазақ прозасы қашанда қатар жүріп келе жатқан жанрлар, сондықтан оны бір-біріне қарсы қойып, одан бір жалған майдан шығарып, күресудің, босқа әуре болудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Басталған кітапты аяқтау керек. Өйткені бұл пікір туралы айтпесе өзіңізде жансақ ой қалыптасады, тұжырым келеді. Сондықтан басталған кітапты аяқтаған жөн, және де ол кітап туралы түсініп алмайынша пікір айту тағы да болмайды. Содан кейін менің ойымша кітапты оқыған кезде бір тыныш уақыт, үнсіз мезгіл керек. Сол кезде кітап жақсы сіңеді. Бірақ негізінен кітапты жас кезде көп оқу керек. Өйткені жас кезінде сіңбеген нәрсе есейгенде сізге жұқпайды. Сондықтан меніңше кітапты мол оқыған жөн, және де жаман кітап, жақсы кітап деп бөліп жармай, екеуін де оқыған жөн. Өйткені жақсы кітаптан үйренесің, біздің халқымыз айтқандай, жаман кітаптан жиренесің. Сондықтан кітапты барлығын оқу керек. Содан кейін қазақ әдебиеті, әлем әдебиеті деп бөлмей, барлық әдебиетті оқу керек.